Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Дәл осындай иммунитетті көтеретін, жөтелді тез басатын сироптың рецептісін білгілеріңіз келсе, менің каналымнан алыстамаңыздар. Ал қанекей бірге бастайық. Ол үшін ең алдымен ыдыс дайындап аласыздар. Шыны ыдыста болады, және де осындай ыдысты қолданатын болсаңыздар, міндетті түрде ыстық сумен жуып алыңыздар. Бұл сиропты жасау үшін кез келген пиязды қолдануымызға болады, бірақ мен осындай пиязды қолдандым, және де сарымсақ, чеснокты осылай ірілеп турап саламыз. Мен бұл рецепті әлеуметтік желілерден іздеп жүріп таптым. Мен балаларымды антибиотиксіз емдеу жолын қолдаймын. Мен балаларым балабақшаға барса, 2 күн барады, 2 жұма ауырады. Одан кейін міне имбирді қосамыз, осылай тураймыз. Бұл имбир дүкендерде сатылады. Одан кейін біз куркума ұнтағын қосамыз. Қанша мөлшерде қосатынымызды мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Міне қасықпен куркуманы да үстіне саламыз. Одан кейін қасықтың ұшына осындай ашты қызыл бұрышты қосамыз. Қызыл бұрышты қосқан соң табиғи балды қосуымыз қажет. Міндетті түрде табиғи болу қажет. Ескере кететін болсақ, осы сиропты дайындаудан алдын балаларыңыздың балға аллергиясы бар ма, жоқ па, соны біліп алыңыздар. Одан соң жоқ болса ғана осы сиропты жасауға кеңес беремін. Барлық заттарды қосып болғаннан кейін бетін жауып қараңғы жерге және де салқын жерге 2 жұмаға қалдыратын боламыз. 2 жұмадан соң бізде сироп шығатын болады. Сол сиропты балаларға күніне 3 рет шай қасықпен 1 қасықтан берулеріңізге болады. Ал қанекей ем болсын. Мен балаларымның жөтелі осыдан тоқтаған болатын. Бұларды мен блендермен де араластырып көрдім, бірақ блендермен араласқан дәмі ол өте жағымсыз дәм, иісі де жағымсыз, нелердің сарымсақтардың иісі шығып тұрады. Дәл осылай сироп істейтін болсаңыздар, бала ішетін болады. Мен апельсин соғы деп алдап бердім балаларыма, 2 жас, 3 жас қыздарыма. Ал қанекей ем болсын. Сау болыңыздар, мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар.